Бейсен Құранбек ағамыз Алла рахымына бөлесін былай дейді. Үйленетін кезімізде отбасының 7 қағидасын жасадық. Сыйластық бірінші кезекте тұру керек. Үйленген күннен бастап мені сіз дейсің дедім. Бастапқыда сіз дегені құлаққа түрпіде естіліп, күлкіге көміліп қалғам. Бірақ та 15 жылдан бері сіз деген сөз отбасымыздың татулығының тірегіне айналды. Достарымның әйелдері біреуі 5 жылдан соң, біреуі 8 жылдан соң, ал біреуі 10 жылдан кейін күйеулерін сіз дей бастады. Анасы әкесін сіз деп сыйлап тұрса, балада әкесін құрметтейтінін түсінді. Екінші қағида: сенің атанаң менің атанам, менің атанам сенің атанаң. Балдызыма ақыл айтсам, туған қарындасыма айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрысса, туған інісіне ұрысқандай ұрысады. Үшінші қағида: қандай сыйлы қонақ келсе де үйімізге ішімдік кіргізбейміз. Төртінші: балаларымызды мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз, ал мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз, бірақ ақыл айтпаймыз. Бесінші қағида: ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шайы орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Біреуміз қылт етсек, екіншіміз уақыт санап отырамыз. Алтыншы: біздің үйде ер азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Кейбір достарымның әйелдері телефонмен қайда жүрсің қаңғырып деп жатқанын естігенде, телефоны болмаған біздің ата-бабалар не деген бақытты деп ойлаймын. Ал соңғы 7-ші қағида: ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел табылады, ал оған күйеу табылар. Ал балаларға бөтен біреу әке-шеше бола алмайды.